Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 25-ші бетіндегі Present Simple Question тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады: Match the question 1 to 5 with the answers A to E. Then choose the correct answer in rules 1 to 3 дейді. Яғни, бірден бастап 5-ке дейін мына сұрақтар менен жауаптарды сәйкестендіруің қажет. Бастадық. Does Darby teach at school? Darby бізде мектепте оқытады ма дейді. Жауап C болады. Yes, she does болады. The children do exercise every morning. Do the children do exercise every morning? Яғни, балалар әр таңда жаттығулар жасайды ма? Жауап A болады. Yes, they do. Иә, олар жасайды. Does Sharif live with his parents? Шариф өзінің әке-шешесімен, ата-анасымен бірге тұрады ма дейді. Жауап E болады. No, he doesn't. Жоқ, ол тұрмайды. Do you work in a factory? Сен заводта жұмыс жасайсың ба дейді. Жауап D болады. No, I don't. Жоқ, жасамаймын. Where does Sharif sleep? Шариф қайда ұйықтайды дейді. Жауап B болады. In the factory. Заводта дейді. Енді rulesға келдік. Rulesда айтады. Байқасаңдар, мына қазір оқып қояйын. Rulesда айтады. We use do, does, are, this with the main verb to make question. Сұрақ қойған кезде балалар біз present simple'да апайларын үйретті деп ойлаймын, do, does'ды қолданамыз. Ал енді we add, екіде бізде we don't add болады. Біз қоспаймыз. He, she те in the question болады. Яғни сұрақ болған кезде verbке, яғни етістікке s қоспаймыз. Мысалы, he plays болса, he doesn't play болу керек. He doesn't plays емес, иә. Үште we beginning болады, иә. We put the question word in the beginning. Мынандай question word бар ғой, why questionдар, where, what, how, who деген, иә. Осының барлығы бізде beginning, яғни сөздің басында тұру керек, соңында емес. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сұрақ жасауымыз қажет. Міне, бірде do your parents play tennis? Сенің әке-шешең теннис ойнайды ма? Does your mother speak Chinese? Сенің анаң қытайша сөйлеседі ме? Do you watch TV every evening? Сен әр кеште теледидар көресің бе? Does this book teach vocabulary? Мына кітап сөздікті үйретеді ме? Does your father work in a factory? Сенің әкең заводта жұмыс жасайды ма? Do you and your friends go to school Saturdays? On Saturdays. Сен және сен достарың сенбі күні мектепке барады ма дейді. Do and your family live in a modern building? Сен және сенің отбасың заманауи үйде тұрады ма? Заманауи зданиеде тұрады ма дейді. Does your friend come to you home after school? Сенің досың сенің үйіне келеді ме мектептен кейін дейді. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада сендерге айтады: Complete the questions and match the question A to 7 with the answers AH дейді. Яғни, мына сұрақтарды жасап, мына жауаптармен сәйкестендіру керек. Мен сендерге бірден жауабын айтайын, сұрақтарды оқу аудармай қояйын. Бастадық. Do you and your family go? Жауап H болады. Does your best friend live? Жауап G болады. Do you do? Жауап F болады. Do you go? Жауап E болады. Do you friends like? Жауап B болады. Do you help? Жауап C болады. Do you do? Жауап E болады. Енді төртінші тапсырма. Енді төртінші тапсырманы толық түсіндіре алам, себебі мына жерде берілген сұрақтарға енді сен өзің жұбымен бірге жауап беруің керек. Бастадық. Where do you live? Міне бастадым. Where do you and your family go in the summer? Сен және сенің отбасың жазда қайда барады? We go to Алакөл дедім, иә? We go to Алакөл. Where does your best friend live in Тараз? Сенің досың қайда тұрады? Таразда. When do you sport? Сен қай кезде спортпен айналысасың? I do it on Monday and Tuesday. Мен дүйсенбі және сейсенбі күндері жасаймын. How do you go to school? Сен мектепке қалай барасың? By bus, автобуспен. What films do your friends like? Сенің достарың қандай фильмдерді жақсы көреді? Мен мына жерге жауабымды жазып қойдым. They like horror and fantasy films. Олар жақсы көреді ужастикті және фантастикалық фильмдерді. Who do you help in your family? Сен кімге көмектесесің отбасында? I help my sister with her homework. Мен көмектесемін сіңіліме үй тапсырмасымен дейді. What do you do interesting in the evening? Кешке қызықты не жасайсың? I watch films and play video games. Мен фильмдер көрем және видео ойындар ойнаймын дейді. Енді бесінші тапсырма.
Бесінші тапсырмада айтады. What do you do in the evening? Кешке сен не жасайсың? Мына кестеменен балалар сұрақ жасау керек қой. Мен саған жасап дайындап бердім. What do you do in the evening? Кешке не жасайсың? What do you visit after school? Who do you visit after school? Мектептен кейін кімге барасың? When do you have a lunch? Қашан сен түскі ас ішесің? Where do you watch TV programs? Сен қай жерде теледидар көресің? How do you read late? Сен қалай кешке оқисың? What time do you get up at the weekends? Қай уақытта сен демалыс күндері ұйқыдан тұрасың? Енді 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада жалпы сұрақ қойып жауап беруім керек. Мен жасап қойдым. What programs do you like? Қай программаларды сен жақсы көресің? I like сезімбағы шоу. Маған сезімбағы шоу ұнайды. What time do you get up? Сен қай уақытта оянасың? I get up at 7 o'clock. Мен таңғы 7-де оянамын. When do you have a birthday party? Сен қашан туған күн сауық кешін жасайсың? In the summer, жазда. What do you eat in the evening? Сен кешке не жейсің? I eat бешбармақ. Мен бешбармақ жеймін. Where do you live? Сен қайда тұрасың? I live in Almaty city. Мен Алматы қаласында тұрамын. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпа. Goodbye, have a nice day.